Сәлеметсіздер ме Қазақ Про арнасының оқырмандары және көрермендері. Мен бүгін сіздерге TikTok парақшадағы закрытый аккаунт, яғни приватный аккаунтты қалай ашу керектігін үйрететін боламын. Ең алдымен TikTok парақшаға кіресіздер, профиляға барасыздар, жоғарыдағы 3 сызық бар, сол 3 сызықты басасыздар. Екінші мәзірде бізде конфиденциальность бар, сол конфиденциальностьті басып кіресіздер. Кірген кезде ең үстінде бізде бірінші мәзірде приватный аккаунт деген жазу бар. Если сіздердің аккаунттарыңыз осындай жасыл түстес болса, приватный аккаунт, яғни сіздің аккаунтыңыз закрытый, сіздің оқырмандарыңыз тіркелу алмай жатыр деген сөз. Және де сізді көп адам байқамайды, білмейді деген сөз. Если сіздің аккаунтыңыз осындай ақ түсті болса, яғни сіздің аккаунтыңыз ашық тұр, сізді оқырмандарыңыз қарап жатыр деген сөз. Әрқашанда аккаунттарыңызды ашып қоюға тырысыңыздар. Если сіздің аккаунттарыңыз жабық болатын болса, оқырмандар сіздерге тіркеле алмай, сіздің қабылдауыңызды күтіп отырып қалуы мүмкін. Сол кезде сізден отписка жасап кетеді. Сол жағынан да сақ болыңыздар. Аккаунттарыңызды әрдайым ашып жүрсеңіздер, сіздерге әрқашанда лайк, комментарий оқырмандар келе береді. Бүгіндікке сабақ осы. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Арнаға жазылып кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Және де осы приватный аккаунтты қалай ашу керектігін білмей жүрген достарыңыз болса, төмендегі поделиться кнопкасын басып, өздеріңіздің достарыңызға таратып жіберіңіздер. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.